типа бандит сияқты кісілердің қол астында ма? Мен бәлкім қателесуім мүмкін, бәлкім шындықты айтып дәл түсуім мүмкін. Оны осы видеоны көріп отқан Талғардың тұрғындары айта кетсін. Талғардың тұрғындары, Хуторский ОПГ деген бар ма? Егер де жоқ десеңіз, сол сотталушылардың біреуінің инстаграм ішінде автоматтың оғымен жазылған Хуторский деген нәрсе жай ғана сәйкестік па? Неге жауап жоқ? Біз көзімізбен көріп тұрық барлығын. Бірақ та көзбен көріп тұрсақ та, сіздер басқа да бір себептер ойлап табасыздар. Бұған не себеп? Әлде сол 2000 жылдан бері тамырын терең жайваған Хуторский ОПГ деген Талғардың бәрін қорқытып тастаған ба, айтыңыздаршы? Олар кімдер? Олардың аты неге қайта-қайта шығады? Егер де бұл 4 бала сол Хуторский деген типа ОПГ-ға қатысы жоқ болса, менің ойымша, сол Хутор деген атта шықпайтын еді. Солардың қатысы болғаннан және де ол жерде делайте деген кім айтқанын білесіздер. Ол адам судан таза, сүттен ақ болып шығып кетті. Және де неге Нұрғанатты біз ұмытып кеттік? Тағы да айтам. Неге ұмытамыз? Неге ол кинодағындай главный свидетельді өлтіріп кетеді ғой? Бұл главный свидетель көзін алып тастау керек, ертең біздің артымызды ашады деп өлтіріп кетеді ғой. Дәл солай кинодағындай өліп қалды. Неге бұл іс тез жабылып қалды? Бұған ешқандай жауап жоқ, бірақ сұрақтар көп. Ал сіздер өздеріңіздің ойларыңызды комментарияға жазып кетіңіздерші, қалай ойлайсыздар халқым? Ал енді айтарым, халқымызға сабыр берсін, ешқандай провокацияға берілмеңіздер. Біз әділдікті сабырмен дәл осылай сөйлеп, шындықпен ғана кезінде сол алаштықтар, уәзірлер, хандар сөйлеген сияқты жететін боламыз. Халықпен біргеміз. Мен жүгіріп барып жерде жан деп құшақтап алып, мен жігіттер тоқтаңдаршы. Адамдарды жазаламасаңдар. Тірі қалатын еді балам. Мен дәрігермін ғой,